Бір күні Айбар үйде отырды. Ол планшетпен ойын ойнап отыр еді. Айбар экраннан көз алмай, уақыттың қалай өткенін байқамады. Сол кезде оның жанына мейірімді қария келді. Қария Айбардың маңдайынан сипап, жылы жымиды. Балам, көріп тұрмын, ойнағанды жақсы көреді екенсің. Ал сен қазақтың ұлттық ойындарын білесің бе? дейді де. Мен саған бірнеше ойындарды таныстырам деп. Қария дорбасынан түрлі түсті асықтарды шығарады. Бұл асық ойыны. Қазақ баласының ең сүйікті ойыны. Мұнда мергендік, дәлдік пен ұқыптылық керек. Ата асықты ортаға қойып, қалай ататынын түсіндіреді. Еркен Нұрда байқап көреді. Дәл солай. Көздей білсең, қолында үйренеді. Қария Айбарды кең далаға алып келді. Бұл қазақтың ұлттық ойындары ойналатын алаң еді. Мынау ханталапай. Балалар асықты тез жинап жатыр. Бұл ойын жылдамдыққа үйретеді. Балалар арқан тартып ойнап жатыр. Егер бірге тартсаң, жеңесің. Бұл ойын күш пен бірлік арттырады. Балалар қол ұстасып, ақ шерек, көксерек ойнауда. Бұл ойын достықты күшейтеді. Ал мынау тақия тастамақ. Байқамай қалсаң, ұсталып қаласың. Бұл ойын зейінді болуға үйретеді. Ал бұл теңге алу. Ат үстіндегі бала жерден теңгені іліп алады. Бұл ойын ептілікті дамытады. Балалар аударыспақ ойнап жатыр. Бұл ойын тепе-теңдікті сақтауды үйретеді. Ал мынау көкпар. Балалар бірігіп ойнайды. Бұл ойын күш пен бірлікті көрсетеді. Айбар ұлттық ойындардың өте қызық екенін түсінді. Ол қарияға алғысын айтты. Ұлттық ойындар ата-бабамыздан қалған асыл мұра. Ойнайық, үйренейік, бірге сақтайық.